25 маусым Бөрлі ауданында ұлттық бірыңғай тест тапсыру сынағының 3-ші күні ұлттық бірыңғай тестілеу өтіп жатқан мектеп-лицейде аудитория жабдықталып, қатысушылар арасында әлеуметтік арақашықтық алдын ала орындар белгіленіп, маскалық режим талапқа сай сақталды. По Бурлинскому району заявка было подано 399. Тестілеуге Бөрлі ауданынан 399, Шыңғырлау ауданынан 102 түлек өтініш білдірді. Карантин шараларын сақтау мақсатында 3 лекке бөлінді. 3 күнге созылған ұлттық бірыңғай тест ойдағыдай өтті. Ғимаратқа кірер алдында түлектердің дене қызуы өлшенді. Залалсыздандырудан өтіп, бет перде ауыстырылды. Тест тапсырушыларды аудиторияға отырғызу кезінде 2 метрден кем емес қашықтықты сақтау шаралары алынды. Тестілеудің өту барысында бақылау мақсатында барлық аудиторияларға бейне бақылау камералары орнатылды. Ата-аналар үшін де онлайн трансляция жүргізілді. Тестілеудің алғашқы күні 168, екінші күнінде 167, ал үшінші топта 165 түлек тапсырды. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы.